Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге ИП декрет 2025 жылы туралы айтқым келеді. 2025 жылы бізде МСП, яғни минимальная заработная плата өзгермейді. Сол бұрынғыдай 85 мың теңге болып қалады. Бірақ бұл ИП ай сайын төлейтін төлемдер өзгермейді деген сөз емес. Қазір мен сіздерге Каспи приложение арқылы қалай әрқайсысын төлейді және қанша сумма төлеу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін біз Каспи приложениесін ашамыз. Мына жерде платежи дегенді басамыз. Мына жерде все платежені басамыз. Мына жерде штрафы налоги дегенді басамыз. Мына жерде платежи для ИП дегенді басамыз. Мына жерде бірінші тұрған отчисления и взносы за ИП одним платежом деп тұр, соны басасыздар. Мына жерде индеріңізді жазасыздар. Мен кез келгенді жазайын мысалы. Период дегенде мысалы январь 2025, қазір 2025 шықпапты. Енді мында ең бірінші бізде обязательный пенсионный взносы. Біз егер декретке шығатын болсақ, онда оклад 662 мың теңге деп аламыз максимально. Ал пенсионный взносы бізде 66 200. Келесі, обязательный пенсионный взносы работодателя 2024 жылы бізде 1,5% болған, ал 2025 жылы ол өсті 2,5% болды. Сондықтан обязательный пенсионный взносы работодателя 16 550 теңге төлейміз. Келесі, социальное отчисление. Социальное отчисление 2024 жылы бізде ставка 3,5% болды, ал 2025 жыл бізде ставка 5%-ға дейін өседі. Сондықтан біз 29 750 теңге төлейміз. Ал взносы медицинское страхование сол қалпы қалады. Сонда сіздер ай сайын 118 450 теңге төлейтін боласыздар, егер максималды түрде декретке шыққыларыңыз келсе. Мінекей дәл осылай мен көрсеткенді төлейтін болсаңыздар, 2025 жылы сіздер декретке дарадовой 2 249 мың теңге аласыздар, және 1,5 жасқа дейінгі пособие ай сайын 119 160 теңге аласыздар, егер дәл мен көрсеткендей 12 ай төлейтін болсаңыздар. Барлықтарыңызға зор денсаулық, істеріңізге сәттілік тілеймін. Бірден айтайын, мен сопровождение алмаймын, бірақ егер сіздің сұрақтарыңыз болса, осы видео астына комментарий қалдырыңыздар, оған міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал енді видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Осындай видео көбірек көргілеріңіз келсе, достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет.